Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге өзбек халық тағамын жасап көрсетпекшімін. Бұл тағамды жасап көріп едім. Жолдасыма қатты ұнап қалды. Сондықтан мен енді аптасына 3 рет жасайтын болдым. Бұл тағамды негізінде өзбек халқы юбка дейді. Негізінде енді қазақша қалай аталатынын білмедім. Сондықтан бұл тағамды сіздерге ерекше етіп жасап көрсетпекшімін. Міндетті түрде кешкі асқа жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға суымызды, тұзымызды салып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап, өте қатты емес қамыр елеп аламыз. Артық ештеңенің қосудың қажеті жоқ. Жұмыртқаның, сұйық майдың қосудың тек қана осы 3 заттан ғана тұрады. Қамырымызды елеп алдық. Енді 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Бетін міндетті түрде салафан мешокпен жауып қойыңыздар. Енді біздер салмасын дайындаймыз. Біздерге пияз және де сәбіз қажет болады. Осының аз мөлшерде 200-300 грамдай фарш қажет болады. Енді пиязымызды осындай тағамға, тамақтарға турағандай етіп турап аламыз. Бұл тағам менің жолдасыма өте қатты ұнап қалды. Енді мен бұл тағамды жиі жасайтын болдым, себебі бір жылдың ішінде мен бұл тағамды қалай болады екен деп ойланып та жүрдім. Енді бірінші рет жасағаннан кейін, бірақ өте ойымдағыдай шықты. Өте күшті тағамдардың бірі екен. Міндетті түрде түскі асқа немесе кешкі асқа жасап көруге кеңес беремін. Бізге енді сәбіз қажет. Сәбізіміз біздерге 3-4 дана керек болады. Осындай үккішіміздің көмегімен өткізіп аламыз. Бұл тағамды негізінде айранмен жесеңіздер өте күшті аппетитті ашатын тағамдар екен. Мен кеше енді мысалы ораза айында 1 емес 3-4 рет жасадым. Сол кезде енді сәресіне де осы тағамды жеді. Енді жолдасым айранға қосып өте күшті тағамдардың бірі екен. Енді ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. 100 миллиграмдай жетіп қалады. Содан соң барып үстіне жаңағы турап алған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып алғаннан кейін үстінен 200-300 грамдай осындай фарш қажет болады. Ет, енді тартылған ет. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Етіміз бен пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізіміздің үстінен тұзымызды, әртүрлі дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен тек қана бұл жерде тұз бен қара бұрышты ғана қостым. Салмамыз дайын. Енді толығымен суығанша бір басқа ыдысқа салып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Менде әр қамырым 80 грамнан шықты. Сіздердің тапаларыңыз кішілеу болса, бұдан да кіші 50-60 грамнан бөлсеңіздер болады. Енді бөлшектерге бөлген қамырларымызды дөңгелектеп зуала жасап аламыз. Достар, және де менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, менің каналымның дамуы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан каналымды барынша қолдап, видеомды соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Зуала жасап алған қамырларымызды енді тағы да бір үстін жауып 5 минутқа қоя тұрамыз. Енді қамырларымызды жұқартып бастаймыз. Біздерге себетін ұнымыздың ішіне аздап кукуруз крахмалын қосып жіберсеңіздер де болады. Мен 1 ас қасық кукуруз крахмалына 2 ас қасық ұн қосып осылай жұқартып бастадым. Қамырларыңызды міндетті түрде өте жұқа етіп жайыңыздар. Негізінде юбка деп атаған себебі осы болу керек. Негізінде жұқа деп те атаса болатын шығар енді қазақ тілінде, ал өзбек тілінде юбка дейді екен. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Ал енді қуыратын тапамыздың ішіне сармайымызды жағамыз. Міндетті түрде сармай жағыңыздар. Содан соң барып жаңа жұқартқан қамырларымызды біртіндеп салып, үстінен сармайымызды жағып аламыз.
Енді келесі жағын қоямыз. Осы жағына біздер жаңағы салмамызды саламыз. бір ас қасық немесе 2 ас қасық салсаңыздар да жеткілікті. Бірақ толығымен осы қамырымызға жеткізіп салыңыздар. Жан-жағына тигізіп. Енді осы салмамыздың үстінен жаңағы тағы да жұқартқан қамырымызды саламыз да келесі бетіне қоямыз. Осы бетіне тағы да жаңағы салмамыздан саламыз. Сондықтан бүкіл қамырымызды біздер алдын ала жұқартып алыңыздар. Өздеріңізге де ыңғайлы болады. Осындай кезінде тез-тезден пісіріп ала бересіздер. Өте қатты отта пісірмеңіздер, орташа отта пісіруге кеңес беремін. Міне енді келесі бетін ауыстырдық. Енді осы жағына да тағы да жаңағыдай майды жағып жібереміз, сармайды. Содан соң барып үстінен жаңағыдай салмамызды саламыз. Өте дәмді тағамдардың бірі, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл да бір ерекше тағамдардың кешкі немесе түскі асқа жасап көрсеңіздер де болады. Өте күшті әрі ерекше екен. Міне енді осы салмамыздың үстінен тағы да жаңағы жұқартқан қамырымызды саламыз. Дәл осылай етіп жасап кете бересіздер. Қамырымызды саламыз, содан соң барып келесі бетін ауыстырамыз. Келесі бетінен соң дәл осы жерінде тағы да сармайымызды жағып жібереміз. Міне біздердің тағамымыз дайын болды. Өте ерекше тағамдардың бірі екен. Менің жолдасыма өте қатты ұнап қалды. Енді аптасына 3 рет жасайтын болдым. Енді бұны дәмді болу үшін өздеріңіздің қолдарыңызда барынша бар махаббаттарыңызбен пісіруге кеңес беремін. Енді айранмен қосып жей берсек те болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.